Сәлем достар, бүгін сіздерге осындай өте дәмді әрі нәзік болып шығатын салаттың рецептісін ұсынатын боламын. Ең алдымен біз бұл салатқа омлет жасап алуымыз керек. Біз бір жұмыртқаға кішкене шым-шым тұз қосып, оны сковородкада қуырамыз. Одан кейін асылған тауықты алып, оны бөліктерге бөлеміз. Оны пышақпен тураса да болады, бірақ қолмен ыңғайлы. Одан кейін біз жаңағы жасаған омлетімізді алып, 4 бөлікке бөліп, видеода көрсетілгендей етіп тураймыз. Одан кейін біз омлетті тауық етіне қосамыз. Консервідегі жүгеріні де қосамыз. Енді осындай консервіленген саңырауқұлақты аламыз да, оны бөліктерге бөліп тураймыз. Сіздер дайын туралған саңырауқұлақты алсаңыздар да болады. Майонезбен араластырамыз. Қалауыңызша тұз қосасыз. Мінекей, салат дайын болды. Осы рецептпен жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын.